Құрметті достар, бұл видеода біз қазір мына бір клиенттің бизнес моделін сызып шығамыз және соған ұсыныстарымызды айтып кетеміз. Қараңыз, былай мына былай бір қысқаша осындай бір Қазақстанның бір территориясын сызып қойын. Шамамен осылай. Мына жерде оң жағында астында бізде жаңа қала Алматы. Алматы мына жерде мен размердің шрифтін кішкене сәл үлкейтейін. Алматы, я? Ойт. Алматы, қазір қап-қара қылайық. Черный, где у нас черный? Осылай, да? Мынау екен. Такс. Осындай. Қазақстан, мына жерде бізде Алматы. Осы қайсы дедік жаңа, мынау дедік па? Мынау екен, үстіңгісі. Ұмытып қалам, көмінігіне сыза бермеген екен. Үстіңгісі. Осындай бізде Қазақстан, Алматыда бізде бір клиент бар. Оптовые продажи. Сосын ол клиенттің мына жерде жаңағыдай Шымкентте мына оптовиктің дистрибьютор деп айтады. Мынау деген үлкен бір дистрибьютор. Оның жаңа Шымкентте, Шымқалада клиенті бар. Оптовик деп айтамыз, да? Оптовик. Енді мына біз деген осы оптовиктің жүйесін түгел құрып шыққанбыз. Оларда жаңағыдай бір дұрыс қолданбаған бір қисайған бір учет система болды. Кешіп қойыңыз енді, сондай бір. Сосын біз оны жаңа алып тастап, оларға біз деген 1С управление торговли енгіздік. Сосын олар жаңағыдай өз күшін максимальный масштабқа барды. Сосын жаңағыдай мына клиент деген өзін поставщигін инвестор қылды. Ол деген поставщигіне көрсетті. Міне менде осындай бір жүйе бар. Осындай отчеттің бәрі шығып жатыр. Сен алған товарды мен алып, сен алған товарды мен деген клиенттерге таратып жатырмын. Және оның бәрі бізде полный контроль. Сол полный контроль болған себептен жаңағыдай енді сіз бізге ары қарай товарды бере беріңіз деп өйстіп жаңағыдай поставщигінен товарды алып бүткіл клиенттер таратып жатыр. Клиенттер оған ақшасын төлегенде бұл жаңағыдай бірден ол ақшаның бәрін жаңағыдай қысып қалмай, жаратып жібермей жаңағыдай поставщикке бәрін төлеп жатыр. Сөйтіп поставщик мына дистрибьютор ол мына кімге біздің жаңағыдай Шымкенттегі біздің клиент, мынау деген біздің клиент Шымкенттегі оған сенім арттырып, сөйтіп жаңағыдай есеп қисабын бәрін көріп жатыр. Енді біз қазір мына жерде ұсынатынымыз осы жаңағыдай мына поставщик деген жаңағы бүткіл товардың бәрін Қытайдан алады. Өзі жаңағыдай Алматыда үлкен сондай бір склад соққан былай жаңағыдай мына жерде офис бар, жаңағыдай сондай керемет. Сөйтіп жаңа складтың іші жаңағыдай үлкен іші толған товар, есеп қисабы бар жаңағыдай. Сөйтіп какой-то әйтеуір, да. Сосын одан соң осы мына жаңағыдай поставщик деген мына жерден жаңағы өзінің клиенті бар да Шымкентте. Соның есеп қисабын көріп, енді біз айтып жатырмыз да, сіз қазір мына сіздің клиентіңіз, мына Алматыдағы дистрибьютор. Сіздің клиентіңіз оптовик, Шымкенттегі. Оған біз есеп қисап қойғанбыз. Енді давайте біз жаңағыдай сізге есеп қисапты қойық, щоб сізді жаңағыдай қалған Алматы Қазақстандағы қалалардың бәріне жаңағыдай осы схемамен жаңағыдай масштабқа барсаңыз, әр қаладан оптовиктен жұмыс істеп, және ол оптовиктер деген жаңағыдай товардың бәрін таратып отты ғой. Сөйтіп жаңағыдай ол оптовиктердің өздерін айтып жатырмыз да, енді оптовик болып таратын товардың бәрін таратып қойып, ол жаңағыдай сізден алған, ол оптовиктен алған клиенттер деген ол ақшаны товар сатып жібереді, ақшаны жаратып жібереді, или товар жатады складтарында. Сөйтіп жаңағыдай соны товар таратып жібергенше, сіз лучше жаңағыдай астыңыздан магазин, дүкен ашына деп жатырмын. Сөйтіп дүкен ашына деп жатырмын. Ол кәмін жерден бір схеманы көрсетіп жіберейін. Бұлай қараңыз да, қалай болып жатқан. Міне Шымкент қаласы. Шымкент қаласында біздің оптовигіміз бар. Ода жаңағыдай 1С управление торговли тұр. Сөйтіп жаңағыдай
оптовые продажи, и ол астына жаңағыдай магазин 1, магазин 2, жаңағыдай магазин 3 деп сөйтіп астына дүкендер жатады. Бұл жаңағыдай организация біреу, сосын барып мынау деген жаңағыдай склад. Оптовый склад бар, магазин 1, магазин 2, магазин 3, магазин 4. Ол жаңағыдай уже мына оптовик деген перекупщиктарға, розничный магазиндерге, оларға уже мұқтаж болмайды. Кәдімгі жерден 3, там әр оптовик өз қаласынан жаңағыда үлкен болғаннан, там 2, 5 үлкен қалалардан 10 дүкен ашса, сол жаңағыдай клиенттерге таратып қойған товарды оны ала алмай, оны скидкамен беріп, ақшасын алмай сөйтіп жүргенше, лучше жаңағыдай лучше әр қаладан өздері жаңағыдай мына жерде Алматыдағы дистрибьютор да, ол деген мына жерге товардың бәрін беріп жатыр сеніммен. Сосын олар деген ол товарды өзінің қол астында дүкендерге перемещение жасап, иә, и олар жаңағыдай ақшасын енді розничный болғаннан кейін сразу қолма-қол алып, ақшасын бері қарай сразу жинап, сөйтіп жаңағыдай поставщикке ақшасын беріп отырады. Мұны товар алады, беріп отырады. Сөйтіп осы учетный система 1С управление торговли, осыны жаңағыдай мына дистрибьюторына отчеттарды беріп қояды. Отчеттар. Қандай отчеттар бар? Жаңағыдай бізде жаңағыдай дымда қысылмай, қорықпай, ол же партнер кәдімгі, партнер-инвестор. Бұл жаңағыдай в этом случае мына жаңағыдай Чемкенский оптовик, дистрибьютор Чемкенский оптовикке жаңағыдай становится инвестором. Бұл не деген сөз? Бұл жаңағыдай мына Чемкенский оптовик деген ол компаниясын жүйелегеннен кейін, есеп-қисап бәрін қойғаннан кейін, товарды алып, ол сатылып, ақшасын алғанда бірден дистрибьютор ақшасын беріп отыру, сөйтіп сондай бір сенім арттырғаннан кейін, мына дистрибьютор деген жаңағыдай әр қаладан бірнеше клиентке беріп тастағанша, сол товарды әр қаладан бір оптовикке беріп, ол оптовик деген ажанан өзі қол астында жаңағыдай формат дүкендер ашып, сөйтіп жаңағыдай бәрі сейфте де сондай бәрі сақталып тұрады. Ешкім ешқашан ақшаның бәрін жеп қоймайды. Сөйтіп таратып жіберіп, оның ақшасын қашан алам деп отырмайды. Склад жаңағыдай складқа түсіп, ол жаңағыдай өзінің дүкендеріне перемещение істеп, ол не болса да өзінің складына тұрады, астана складта, или же өзінің дүкенде тұрады. Әлі жаңағыдай дүкен сатылғаннан кейін ақшасы бірден центральный складқа келіп, бері қарай жаңағыдай ақшасы барып отырады. Осындай бір схема. Осы схема деген жаңағыдай бүткіл жаңағыдай жерде осыған айтып отырмын дистрибьюторге, сізде жаңағыдай Ақтауда бар ма, Атырауда, Орал, Қызылорда, солардың бәрін жаңағыдай осы оптовиктеріңді жаңағыдай есеп-қисабын өзіңіз жаңағыдай жерден жақсылап түзеп, және мына жақта дистрибьютор өз жағдайын түзеп, әр қаладан қандай оптовик шығатын болса, ол оптовикке талабын менімен істеу үшін, есеп-қисабын, мен саған товарды қарызға беру үшін, мен саған талап қоям деп, дистрибьютор талап қою керек. Сенде осындай учетный система, есеп-қисап жүру керек, осындай форматпен. Сосын ол отчеты деген маған бері қарай құйылып отыру керек, отчет бері қарай құйылып отыру керек. И сол отчеттің бәрін көріп отырып, мен ары қарай сізбен бәріміз бірге жаңағыдай дамаймыз деген осындай бір жаңағыдай модель, формат. Бұл деген жаңа таза сауда компания Қытайдан Чайнада, Қытайдан товардың бәрі кіріп жатыр. Сөйтіп қараңыздар мына жерден. Дистрибьютор деген оптовиктерге инвестор болып жатыр. Енді Қытайда осы жаңағыдай жүйені түгел құрып, ол дистрибьютор деген мына жұмыстың бәрін бүткіл жаңағы товарды алып, оптовиктерге таратып, өз ақшасымен жұмыс істеп жатыр. Енді осы общий системаны түгел құрып, біз қазір оған ұсынып отырмыз дистрибьюторға. Осы жүйені құрғаннан кейін жаңағыдай Қытайдағы поставщиктер саған инвестор болсын дистрибьюторге, сен дистрибьютор оптовиктерге инвестор бол. Сөйтіп оптовиктер жаңағыдай товардың бәрін таратып жібермей, олар жаңағыдай өздері сеть розничных магазинов ашып, бәрі жаңағыдай под контролем болады. Жаңағыдай розничный магазин болғаннан кейін товар өз қолында,
сосын барып маржинальностьті кішкене биіктеу, сосын жаңағыдай ақшасы деген сразу бізге келеді да, иншалла. Сондықтан осындай бір ұсыныс. Бір қазір осы видеоны біздің клиентіміз жібереміз. Қазір біздің келесі видеоларға келіңдер. Келесі видеоларда біз деген осыған ұқсас тағы да басқа бір өндіріс компаниялар бар. Солардың моделін сызып отырамыз иншалла.